Мен бүгін жасаған бірнеше нәрсе Лос-Анджелес шығарылымы. Әдеттегідей автобусқа отырып, кіші Токио ауданына бардым. Синематик залды көріп, бір ромкомның басты кейіпкер секілді балаша қуанып жүрдім. Одан кейін LA-дегі сүйікті наубайхананың бірі Пордостан тәттілер алып жедім. Өзіңді кейде еркелеп тұрған дұрыс қой. Осылайша Норс Голливуд станциясынан метроға отырып, Санта-Моника жағажайына жол тарттым. LA-ге көшкелі бері Starbucks кофесін ішу менің күнделікті өмірімнің бір бөлшегі болып қалыптасты. Есейе келе өзіммен жеке кездесуге барғанның да қаншалықты маңызды екенін түсінеді екенсің. Өмірдің қарбала сәттерінен миыңды демалтып, өзіңді робот емес, тірі адам ретінде сезіну үшін, қарапайым нәрселерге мән беру үшін. Толығырақ Diary of Sanya YouTube каналында.